Тұрақты тіркеу үшін Қазақстан Республикасының халқының тұрғылықты жері бойынша тіркеу дегенді басамыз. Онлайн сұраймыз. Ашылған бетті 3 қадамнан тұрады. Бұл жерде мына мәліметтерді толық береміз. Келу мақсаты, мысалы басқа қоғамдық санаты, жалдамалы жұмысшы, немесе осыларды таңдайсыз ғой. Мекемеде жұмыс істейсіздер ме, әйтеуір біреуін таңдайсыздар. Білім деңгейі жоғары, білім бойынша мамандығы педагогикалық менікі, неке жағдайы некеде тұрамын. Енді тіркелудің себебі бастапқы тіркеу емес менікі. Менде сол облыс ішінде тұрғылықты жерінің өзгеруі. Егер облыстан басқа облысқа барып тұратын болсаңыздар, облыстан тұрғылықты жерінің өзгеруі дейсіз. Егер қалада тұрсаңыздар, қала ішінде мекен жайының өзгеруі дейсіздер. Енді тұрғын үйге меншік құқығын көрсетіңіз. Бұл жерде де дәл сондай, мен меншік иесі емеспін деп, мына жерге жаңа үй иесінің ЖСН жазасыздар. Мына жерге үйдің толық мекен жайы мен номерін жазасыздар да, тексеру дейсіздер. Егер дұрыс жазған болсаңыздар, жалғастыру деп жаңағы бір реттік пароль арқылы қол қойып пропискаға тұра бересіздер.